Қайырлы күн, қымбатты достар. Бұл әлеуметтік жоба аялдама подкасты. Бүгін бізде қонақта Ақтөбе қалалық емхананың бас медбикері Ая Жұмағалиева ханым. Саламатсыз ба, Мадина ханым және оқырмандар. Менің есімім Ая Жұмағалиева. Мен 14 жылдан артық медицина саласында тәжірибесі бар маманмын және қазіргі таңда 8 жылдан астам осы Ақтөбе қалалық емханалардың бірінде бас медбике қызметін атқарудамын. Сіздерге бүгін денсаулық ең қымбат байлық жөнінде подкастқа келіп отырмын. Өте қуаныштымыз. Енді өзіңіздің мамандығыңыз жөнінде айта кетсеңіз, неге дәл осы мамандықты таңдадыңыз? Неге жаңағы медицина саласына келдіңіз? Немесе әкеңіз я анаңыз бұл салада жұмыс жасады? Жоқ, бізде үйде медицина саласында жұмыс жасайтын қызметкерлер жоқ. Дегенмен де мен өзім оқу бітіргеннен кейін осы адамдарға көмектесу, өзім кішкентайымнан адамдарға көмектесу, жанашырлық танытып өзімде болды бойымда. Соны оқуға медициналық колледжға түстім таңдап. Медициналық колледжді тәмамдағаннан кейін ары қарай медициналық академияға түстім, Марат Оспанов атындағы академияны бітірдім. Көбіне осы медицина саласындағы, именно медицина саласын таңдауымда анамның үлесі көбірек болды деп айтам. Себебі менің туған жаңағы үлкен апам мұғалім. Мен медицина саласының қызметкерімін. Үйде бір мұғалім, бір медицина саласының қызметкері болсын деп айтатын еді ғой. Сол анамның ықпалымен түстім десем де болады. Бірақ өкінбеймін. Негізінде көп адамдар жас кезінде мамандықты дұрыс таңдамады. Осы оқуға анам немесе әкем жақындарым жаңағы ұсынды деп алмастырып жатады мамандықтарын. Сіз? Жоқ, мен алмастырмадым. Мен 2-ші курс оқып жүргенде колледжда түсіндім қайда оқуға түскенімді. Себебі бізде осы 2-ші курста мамандандыру жөнінде сабақтар басталады. Сол кезде сіз айтқандай жаңағы курстастарым қыздар оқуды тастап кеткендері болды. Біздің тобымыздан біраз қыздар солай бұл таңдау менікі емес еді, бұл менің оқуым емес еді деп кетіп қалған жағдайлар болды. Бірақ мен сол 2-ші курста өзімнің керек мамандық екенін, өзіме жаныма жақын, мен осыны оқып бітіремін, медицина саласының қызметкері боламын деген таңдауға керісінше көз жеткізгендей. Қазіргі таңда көп адамдар өзіне өзі жұмыс жасаймыз деп ізденіп жатады. Сізге енді үкімет дейміз ғой енді денсаулық, ұстаздарды, үкіметке жұмыс жасау ұнайды ма? Мен өзім осы тәжірибемді негізі онкологиялық диспансерден бастадым. Оқу бітіргенде маған науқастарға көмектескен, жанашырлық танытқан, сол кісілермен сөйлескен ұнайтын еді. Мен көбіне стационарлық деп айтамыз, ауруханаларда жұмыс жасадым. Белгілі бір себептерге байланысты Ақтөбе қаласына көшіп келген жылы емханаға бас медбике қызметіне тағайындалдым. Мен 26 жасымда бас медбике атандым. Ол кезде Ақтөбе облысында ең жас бас медбике мен болдым. 26 жасымда. Жоқ, емханада жұмыс істеп, үйреніп, мамандарды үйретіп, оқыту, одан қоса мен медициналық колледжде сабақ беремін, студенттерге үйретемін, білгеніммен бөлісемін. Жалпылама тек үкіметке жұмыс жасаймын деп айта алмаймын. Енді қазіргі таңда әрине көбі өзіне таңдап, жаңа сіз айтқандай жеке бизнестерін ашып, жеке салаға кетіп қалып жатыр. Дегенмен де емханада жұмыс жасаған маған ұнайды. Бірақ жалғыз оған байланып жұмыс жасап жатқан жоқпын. Қосымша алып жүрген жұмыстарым жетерлік бар. Жан-жақты. Немен айналысып жатырсыз қосымша? Мен енді медицина саласында жұмыс жасағаннан кейін өзімнің отбасым бар, балаларым бар. Көбіне жаңағы дәрі-дәрмекке келіп, БАДы деп айтады ғой қазіргі таңда, қосымша
табысымды мен сол жақтан іздедім. Себебі маған жаныма жақын, медицина саласының қызметкері болған соң түсінетін деп өзім қазіргі таңда Биотоник компаниясын, Қазақстанның Биотоник деген компаниясында жұмыс жасап жатырмын қосымша. Күзгі уақытта қазір енді дәруменге мұқтаж болып барлығы, айналаның барлығы жаңағыдай вирустарға толы, иммунитет түсіп жатады. Әсіресе кішкентай балаларда көп ауырып жатыр. Температура көтеріледі. Соған қандай кеңес бересіз? Енді ол жөнінде айтатын болсақ, көбіне жаңағы сіз айтқандай дәрумендер керек деп жалпылама халық әр ұсынған дәруменге, өздері білгенге, өздері білмегенге жүгініп жатады. Немесе жаңағы дәрігердің нұсқаулығымен алып жатады. Дегенмен де мен өзім осы жаңа айтып кеткен Биотоник Қазақстан компаниясы дедім ғой, Қазақстанда өндірілетін өнім, біздің жерімізде, топырағымызда, біздің генімізге жақын, организмімізге сіңімді өнім шөптерден жасалады, таза шөптерден жасалады, ешқандай құрамында спирт, гормондар, ешқандай қосымша синтетикалар жоқ. Және де біздің өзіміздің туған жерімізде өскеннен кейін біздің организмімізге өте генімізге жақын сіңімді өнімдер. Себебі антибиотик, вот сіз айтып өткендей, жаңағы антибиотикті көп жағдайда қызуы көтерілгенде біз енді ана ретінде антибиотикке жүгінеміз, баламыз ауырмасын деп, бірақ оның дегенмен де жаңағы оң жағы болғанмен де сол жағы да бар, зиян келтіретін жағы да бар. Қазіргі таңдағы менің жұмыс жасап жатқан Биотоник компаниямда 5 өнім бар. Сол 5 өнімді мен өз отбасыма, өзімнің қолымда енем бар, үлкен кісі, айтарлықтай балаларым бар, балабақшаға баратын, өзім бармын, науқастардың арасында жұмыс жасайтын. Сол өнімдер арқылы өзімізді қорғап, өзіміз ішіп, және де оны жаңа туған баладан бастап ең кейін кәріге дейін пайдалануға болады. Ешқандай да құрамында синтетикалық заттары жоқ. Мен соны өзім жан-жағыма қазір ашық түрде көрсетіп, түсіндіріп, айтып, соны ұсынудамын. Және де оқырмандарға бірінші алдымен витаминді алып, дәрумендерді алып, вируске қарсы препараттарды алмас бұрын құрамын қарап, балаға зиян ба, зиян емес па, организміңізге зиян ба, зиян емес па, соны зерттеп алуларын сұрар едім. Себебі көп жағдайда естіп жатқан шығарсыз, өзіңізде айтып жатады, дәрігерге барсақ бір аурудың үстіне екінші ауру қосып аламыз деп. Неге? Себебі біз дәрігерлер жаңағы бір ауруды емдеу үшін, енді бізде білесіздер, үкімет бар, протокол бар, сонымен беріп жатады. Ол бір жерде емдеген нәрсе екінші жерді жарақаттап жатады. Сол себепті жалпылама алған дұрыс деп ойлаймын. Жалпылама емдеген, қазіргі бәрінің көзі ашық, көкіректері ояу, балаларына әр синтетиканы бере бергілері келмейді. Қазіргі таңда көбі мына не деп айтады, табиғи өнімдерге жүгініп жатыр ғой қазіргі таңда. Шөптер болсын, тамаққа қосатын қоспаларымыз болсын, барлығы экомагазин дегендер көбейді ғой қазіргі таңда, шүкір. Тура сол сияқты мен эко өнімдерді ұсынар едім организмге. Оның ішінде вирусқа қарсысы да бар, кардицепс өнімі, онда организмді паразиттерден тазалайтын өнімдер де бар құрамында, гормондарыңызды дұрыстайтын өнімдер де бар құрамында. Сол себепті таза шөптен жасалған өнім болғаннан кейін ода жаңағы қарсы көрсеткіштері жоқ. Және жаңа туған баладан бастап беруге болады деген. Ол жайдан жай өнім болып шықпайды. Бізде компанияда 2 дәрігер бар, Сафар Абдулаевич және Раджан Маратұлы өзі директор болып табылады компанияның. Ол кісілер жаңағы шөпті өздері теріп, өздері зерттеп, травник деп айтады ғой, сондай өздері көріп, өздері теріп, жинап алады ол шөптерді. Сол себепті мен өте 100% сенімдімін өнімге. Тем более медицина саласының қызметкері болғаннан кейін әр нәрсені біз ұсына алмаймыз. Ал мен қазіргі таңда ашық түрде ұсынып, өзімнің барлық парақшаларымда ашық түрде ұсынамын осы өнімді. Аяқын жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз, мен осы Ақтөбе қаласына көшіп келген кезде ең жас маман болып келдім деп. Сол туралы шамалы айтып жіберсеңіз, қай жердің тумасысыз, Ақтөбе қаласына қандай кезеңде келдіңіз?
мен негізі өзім Астана қаласының тумасымын. Оқуды да сол жақта оқыдым. 2017 жылы жолдасыммен енемнің қолына көшіп келдік. Енді бізде қазақта жалғыз ұл мамасымен тұрады, мамасын қарайды деген бар ғой. Енді бізде сол 2017 жылы күз айында осы уақытта октябрьде көшіп келдік осы Ақтөбе қаласына. Сол кезде жұмыс іздеп жұмыс табу маған қиын болған жоқ. Енді мен өзім жан жақты адам болғаннан кейін осы қалалық емханалардың біріне барып резюмемді ұсынып, өзімнің мамандық ретінде мен Астана қаласында да аға мейірбике қызметін атқарып жұмыс жасаған болатынмын. Соған қарап ұсыныс түсті. Дегенмен де жұмысқа орналасуға барғанда бас дәрігердің маған айтқан сөзі, мына қыз тым жас, сіз қорықпайсыз ба деп бірінші сұрағаны болды. Мен қазір ойласам, қалай мен қорықпадым деп ойлаймын. Себебі бас мейірбике деген ол барлық орта буын қызметкерлерінің, кіші буын қызметкерлерінің жұмысын қадағалап, жұмысын жасап, жауапкершілігін артып жүретін адам. Жаңа бас дәрігерден кейінгі осы именно орта буын қызметкерлерінің ең бірінші адамы болып саналады. Жоқ, қорықпаймын деп жұмысқа орналастым. Содан кейін осы уақытқа дейін міне 8 жыл өтіпті. Қазір қарап отырсам, санап отырсам 8 жыл уақыт өтіпті. Ол уақыт ішінде коллективіма да, ұжымыма да өте сіңімді болып, жақсы мамандар жұмысқа орналасып, қазір өзім жұмысым қазір өте ұнайды. Қазір еш өкінбеймін сол жерге 26 жасымда келгеніме. Сіздің Ақтөбе қаласында, қалалық емханада бас мейірбикенің күні қалай өтеді? Таңертең жұмысқа келгеннен кейін бірден менің жаңағы айтқандай жауапкершілігімде орта буын қызметкерлеріменен кіші буын қызметкерлері болғандықтан мен бірден аралауға шығамын. Аралап, жұмыстарына қосылды ма екен, шықты ма екен, кабинеттің тазалығы, пациенттердің ешқандай шағым түспеуі, жұмыстардың ретін, бірінің орнын бірімен алмастыру, қажетті жаңағы беретін, қазіргі таңда міне вирустық сезон басталып жатыр. Қазіргі таңда маскілерін тағу, бетперделерін тағу, антисептик пайдалану жөнінде соған аралау жасап шығамын таңертеңгі уақытта. Жас мамандарға өзім оқу тәжірибелерімді күнде түскі уақытта уақыт белгілеп оқумен алмасу тәжірибесін өткіземін. Менторлық және де қазір міне күз уақытында студенттер келіп бастайды үйренуге, практикаға. Енді бәріміз бірден білікті маман болып шыққан жоқпыз. Барлығымыз солай студент болдық, үйрендік. Сол студенттерді оқытамын, студенттерді көрсетемін. Сөйтіп күн өтеді. Солай күн өтеді. Ақтөбе қаласы бойынша қандай шағымдармен келеді емханаға көбінесе науқастар, диспансерлік учетта тұратын науқастар келеді. Қазіргі таңда Қазақстанымызда, құдайға шүкір, тегін дәрі-дәрмек береді ғой, соған келетін науқастар бар. Жаңағы мамандандарға, сосын көбіне мына нәрестелерді ауырып қалған, сырқаттанып қалған жағдайда мамалар алып келеді қабылдауға. Және қазір міне күз мезгілі басталды. Бізде емханаларда жалпы тұмауға қарсы вакцинация басталды. Сол жұмысты қазір біз қызу жүргізіп жатырмыз. Мен өзім бүгін сол тұмауға қарсы вакцинаны алдым. Мен өзім жалпы отбасыммен бірге аламын. Қазіргі таңда бізде емханада қызу жүріп жатқан жұмыс, және науқастардың келіп жатқан көп бөлігі осы тұмауға қарсы вакцинацияға келіп жатыр. Себебі қазіргі таңда уже түсінді халық, вакцинация алу керек ол тұмауды. Тұмаумен ауырған жағдайда да жеңіл түрде өтетін. Сол себепті вакцинация жұмысын қазір қызу жүргізіп жатырмыз. Мен бір естігенім, осы ковид кезінде 2 рет алдық қой барлығымыз вакцинацияны. Негізінде соны қазір қайтадан шығарып жатыр. 3-ші вакцинация болады деген бір әңгімелер. Социальный сети дейді ғой, сол Инстаграм, тиктокта, сол жөнінде болады ма екен сол 3-ші вакцинация? Жоқ, қазіргі таңда коронавирустық сырқаттардың өршу деңгейі көрінбейді, өршу деңгейі тіркеліп жатқан жоқ. Коронавирусқа вакцинацияға
екпелер жүргізіліп жатқан жоқ қазіргі таңда, сол уақытта жүргізілді, қазіргі таңда жүргізіліп жатқан жоқ. Халыққа да айтарым, жаңағы ақпарат құралдарының денсаулық сақтау басқармасының Ақтөбе облысы бойынша өзінің парақшасы бар. Соған тіркеліп алып, сол жерде нақты ақпараттарды қараса деген, сеніп соны оқыса деген ниеттемін. Қазіргі таңда үшінші вакцинация туралы бізде ешқандай бұйрықтар жоқ, ешқандай вакцинация келіп жатқан жоқ коронавирус туралы, коронавирусқа қарсы вакцина туралы. Неге қарапайым халықта дәрігерден қорқу бар? Қорқу болғанда, жаңағы айтып жатырмын ғой, көбі бір аурумен барады да, өзінің бір себептерімен, ол дәрігерге барсам болды, бір диагноздың үстіне басқа диагноз қосып береді деп жатады. Но бірақ емдеу жаңағы алатын дәрі-дәрмекке де байланысты. Бізде білесіздер, барлығы протоколмен, барлығы жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау басқармасының протоколдарымен жүргізіледі. Ем-домның барлығы бөлек өз ойынан дом қосуға болмайды, рұқсат етілмейді. Сол себептен де деп ойлаймын, науқастардың жаңағы жазып берген тағайындаулардан бас тартуы, немесе басқа дәрі-дәрмектермен алмастыруы, немесе қосымша ауру қосып алдық деп көбіне барғысы келмей жататындары. Сосын қазіргі таңда мына жас аналардың вакцинациядан бас тартуы, сол дәрігерлерден жаңағы қорқу, үрей болғандықтан деп ойлаймын. Бірақ барып ашық түрде дәрігерінен сұрап, ашық түрде дәрігерімен сөйлесіп, қазір барлығының көздері ашық, көкіректері ояу ғой. Сол себепті мен ойлаймын, қазір өзіңнің организміңе, өзіңнің жаңағы ағзаңа тиімді, зияны жоқ, пайдалы дәрумендерді пайдаланса деп, білесіздер, көршілес жатқан елдерде, мысалға мына Қытайды, Кореяны алатын болсақ, бұл жақта батты пайдалану, жаңа қосымша баттарды пайдалану қалыпты зат болып саналады. Олар таңертеңнен кешке дейінгі уақыттарда өздерінің бір күндік дозаларын бат арқылы алып отырады. Себебі біз күнде балық жемейміз, мысалға. Сол сияқты бізде бат деп айтылса, адамдарда қорқыныш. Оны дәрігер берген жоқ, оны дәрігер айтқан жоқ деп. Но баттың да көрінген затын пайдалануға болмайды. Әрқайсысын бір өзіңе, организміңе жақын, зияны жоқ, спирт синтетикасы құрамында жоқ, көбіне үлкен кісілер мен жас балаларға пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Сосын қазіргі таңда айтсаң, міне мысалға осындай қосымша тамаққа қосымша баттар бар деп айтсаң, көп ақшаға келіп сұрайды. Арзан ба, қымбат па, ақша деп. Сол есепте мен қазіргі таңда бір жаңағы социальный сеть деп айтамыз ғой, әлеуметтік желілерден бір оқып өзіме инсайт алғаным бар. Бір жігіт айтады, біз көлікке 95-ші бензин құятын қымбат көлікке біз апарып арзан бензин құймаймыз, немесе арзан май құймаймыз. Себебі неге? Себебі ол көлік сынып қалады, сосын оны СТО-ға апару керек, оны жөндету керек. Демек, біздің қалтамыздан шығын шығады. Сол себепті олар күнделікті 95 бензиндер құяды. Ал неге организмге олар өздерінің ағзаларына ондай ақша жұмсаудан қорқады? Себебі организм бізге тегін келген. Машинаны біз қымбат ақшаға сатып алдық, оның құрып қалуына біз қорқамыз. Себебі машинамыз бұзылып қалса, машинасыз қалудан қорқады, немесе оны қымбат жөндеуден өткізуге қорқады. Ал организм бізде, дене мүшелеріміз бізге тегін келді. Сол себепті олардың қарым-қатынасы да өте осындай бір төмен деңгейде деп ойлаймын. Бағалау жоқ, құнсыз. Но бірақ біздің организм құнсыз болғанмен, сенің организміңдегі арғы ағзаңдағы бір мүше жұмыс жасамай қалса, одан да көп қаражат кетеді, одан да көп ем кетеді. Қазіргі таңда көзіміз ашық, көкірегіміз ояумыз ғой, көптеген аурулар, науқастар бар, ақшалары бар, денсаулық жоқ. Сол себепті бар кезінде бағалап, аямай, өзіңізді күтіп, аналарыңызды, үлкен кісілеріңізді күтіп, қазіргі міне күз кезінде вирустық ауруларға ол кісілер тез жаңағы шалдығады, және жас балалар тез шалдығады, себебі олардың әлсіз.
сол себепті мен айтар едім, ақшаны аямай, арзан қол дүниеге қарай жүгірмей, антибиотикке жүгірмей, аурудың алдын алып, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген дұрыс. бір үйде бір дәрігер болсын деп жатады ғой енді адамдар. Үйіміздегі адамдар емханаға жүгінбейтін шығар. Жоқ, біз емханаға аллаға шүкір жүгінбейтінбіз. Осы мен өнімдерді ала бастағалы, Биотоник компаниясының өнімін ала бастағалы, мен соңғы 6-7 айда міне осы қыс мезгілі болсын, жылдың басындағы антибиотик пайдаланудан мүлдем бас тарттық. Менің үлкен жаңағы енем бар деп айттым үйде, сол кісі артериялық қысымы жоғары, учетта тұратын еді емханада, дәрі алып отыратын еді ай сайын. Қазіргі таңда 6 айдың көлемінде болды, ол кісі мүлдем даже дәрісін де алып жүрген жоқ деп айта аламын. Себебі қарап, ағзаны тазартудан бастап қайта қалпына келтіру курсын өттік біз толығымен. Неге ағзаны тазалап деп айтып жатырмын? Себебі ағзаны алдымен тазалап алмайынша оған қымбат дәрі-дәрмек құйғаннан пайда жоқ. Себебі бізде кез келген дәрі-дәрмек тоқ ішекте қорытылады, тоқ ішекте сіңеді. Ал тоқ ішектің толып тұрса, іші паразитке, құрттарға, біздің организмімізде 250-ге жуық құрттың түрі өмір сүреді, паразиттердің түрі өмір сүреді. Олар тоқ ішектің ішін жалпылама жауып жатқан кезде сен қанша мыңның дәрісін алып ішсең де оның сіңімділігі болмайды. Сол себепті бізде бірінші тазарту өту керек деп айтып жатады. Очищение, тазарту өтіңіз деп жатады. Бізде именно өнімдер тазарту, 15 күн тазарту, содан кейін барып қалпына келтіру деп өнімдер бөлінген солай. Бізде компаниямызда жаңағы эндокринолог дәрігер бар, невропатолог дәрігер бар. Сол кісілер ағзаның құрастырылуына, ағзаның ішек құрылыстың жұмысына байланысты дәл осылай бірінші тазарту, содан кейін қалпына келтіру деп курсты солай жасалып шығарылған. Сол себепті мен айтар едім, біріншіден сіз қымбат дәрі-дәрмекке жүгінбей тұрып, ағзаны бірінші тазартып алған дұрыс. Біздің үйдегі 6 адамбыз, 3 балам бар, енем бар, жолдасым бар. Барлығымыз осылай тазартудан өттік. Содан кейін барып қалпына келтірдік организмімізді. Қазір тек қолдау, поддерживающий дейді ғой, қолдау витаминдерін ғана қабылдаудамыз, шүкір. Соңғы жылдарға науқастарға қарау тәсілдері қалай өзгерді? Қазіргі таңда енді медицина бір орында тұрған жоқ. Бізде де Қазақстанда, оның ішінде Ақтөбеде көптеген қазір заманауи аппараттар, заманауи қараулар, жаңағы тексерістер, заманауи тексерістер қазіргі таңда өте көп. Сол себепті бұрынғыдай қағазға жазудан бастап, қазіргі таңда қағазға жазу жоқ, компьютерленген, барлығы программаланған, бір құжатты ұстап алып екінші емханаға барудың, немесе ауруханаға барудың қажеті жоқ. Оның үстіне барлық Қазақстанның емхана ауруханалары бір базаға енгізілген. Араларында қазір телемедицина деген де бар. Бір қаладағы жатқан науқастарды келесі қаладан көмек сұрап, кеңес сұрау арқылы кеңес жүргізу деген. Шүкір қазіргі таңда мына цифровая медицина деп айтады ғой, сандық медицина алға қарай жылжуда. Өте көп заманауи тексерістер қазіргі таңда. Медицина әлдеқайда алға жылжыды. Бұрынғы біз оқу бітірген жылдардан қарағанда, ең бастапқы жұмыс жасаған уақытымыздан бастағанда, қазіргі таңда әлдеқайда медицина алға жылжуда. Ал медициналық персонал? Медициналық персоналда аса айта кетерліктей бір қиындықтары жоқ деп ойлаймын. Себебі бұрын орта буын қызметкерлері дәрігерге көмекші деп қабылдайтын еді. Дәрігердің көмекшісі, дәрігердің қасында отырады деп. Қазіргі таңда орта буын медицина қызметкерлері мейірбикелердің деңгейі жоғарылауда, оларға бакалавр оқуын қосуда. Қазіргі таңда олар қазіргі кезде дәрігердің көмекшісі
деп емес, дәрігердің серіктесі деп айтады қазіргі таңда. Себебі өздері диагноз қойып, өздері жаңағы алғашқы ем домын беріп, көптеген инструменталдық тексерістерге жіберу құқығына ие болған. Қазіргі кезде жоғарғы деңгейге көтеріліп, дәрежелері жоғарылауда қазіргі таңда. Негізі еліміз бойынша мектептердің еңбегі бағаланып жатыр ма осы керекті дәрежеде? Қазіргі таңда бағаланып жатыр деп ойлаймын, себебі айтарлықтай салыстырмалы деңгейде айтатын болсақ, қазіргі таңда айлыққа жұмыс жасап жатыр ғой қазіргі мемлекеттік үкіметтік орындарда. Айлықтары да көтерілуде, жағдайлары жасалуда, айта кетерліктей бір қиындықтары жоқ. Егер өзіңіздің қолыңызда болғанда бір билік, не өзгертерін едіңіз осы салада? Әрине айлықтарын арттырар едім тағы да. Ол жерден айтатын болсақ, жылда айлық көтеретін жаңағы медицинамен ұстаздар, врачтар, осы естігеніңізде осы екі саланы айтып. Енді белгілі бір өздерінің жаңағы жобаларына, бір проектілеріне байланысты көбейте ма деп ойлаймын, бірақ дегенмен де сіз айтқандай медицинамен жаңағы мұғалімдердің айлығын көбейтіп жатыр, қанша теңге айлық аласыңдар деген сұрақтар да туындап жатады. Дегенмен де орташа айлықты айтқандағыдан әлдеқайда төмен деп айтамын. Көбіне мына жаңадан бітіріп келген жас мамандар қазіргі таңда келе салып айлықты сұрайды. Себебі заманға сай қазіргі оқу бітіріп жатқан біздің жас мамандарымыз бірінші кезекте айлықты сұрайды. Енді әрине біз айлықты айтқан кезде арасында бас тартатындар да болады. Себебі олардың ойларынша қазіргі жастардың көздері ашық, көкіректері ояу ғой, оларға көбірек айлық керек. Сол себепті мен айтар едім, дегенмен де жұмыстарына қарай бағаласа, жұмыстарына қарай айлықтарын көбейтсе, арттырса деп. Менің қолымда болса, мен соны өзгертер едім. Мысалға қазір енді аурухана, бағдарламалар негізінде осы емханалардың жеке тұлғалардың ашқандары дұрыс па, немесе үкіметтің қарауында болғаны дұрыс? Мен ойлаймын, үкіметтің қарауында болған бәрібір дұрыс. Себебі ол жерде заңдылығын, ол жердегі жасап жатқан мамандардың құжаттамаларын, олардың жаңағы дәрежесін, олардың лицензиясы бар жоғын, олардың дипломдарын тексеріп, тексеріске түсіп отырады деп. Себебі енді қазір әлеуметтік желіге келіп тірелеміз ғой, барлық әлеуметтік желіде көрсетілген. Өзіміз де қазіргі таңда көріп жүрміз ғой, жаңағы кейбір, барлығы деп айтпаймын, енді көпке топырақ шашпаймын, бірақ кейбір жаңа сіз айтқандай жеке тұлғалардың ашқан клиникаларында өлім жітім немесе асқыну жағдайлары кездесіп жатады. Сол кезде тексеріс барысында ол мамандардың құжаттарының болмауы, немесе жеделдетіп оқытып алуы, немесе жаңағы дипломның сәйкес келмеу жағдайлары кездесіп жатады. Сол себепті жеке тұлғалар толығымен ашса, емханаларды ол кезде қиындап алады деп өз ойым. Себебі үкіметтің қарауында болған бәрібір дұрыс. Себебі науқастарға да ол жағынан, үкімет жағынан қолдау көп, тегін беретін дәрі-дәрмектер бар, тегін беретін жаңа тексерістері бар. Қазіргі таңдағы қымбатырақ тұратын МРТ тексерісі болсын, КТ тексерісі болсын, қымбат дәрі-дәрмектерге аллергиясы бар тексерілетін, біз енді қымбат пробаларды айтып жатырмын. Сол зерттеулер үкіметтік емханадан тегін алу мүмкіншілігі бар. Ал жеке тұлғалық емханаларда ондай мүмкіншілік жоқ деп ойлаймын. Себебі жеке тұлға не үшін ашады? Жеке тұлға алдымен қаражат табу үшін ашады.
ал үкімет халыққа көмектесемін деп жатыр. неліктен ондай болса бізде үкіметтік қалалық емханаларда адам аз болады, ал жеке емханаларға барсақ жазыла алмайсың, өте көп очередьтерге тұрасың, енді бірнеше күн жазылуың керек мысалы. Себебі жаңағы бірінші кезекте айлыққа келіп тіреледі деп жаңағы сіз айтқандай жеке тұлғалардың емханасында ақша төлеу жағы, айлық беру жағы, қызметін төлеу жағы жоғарылау. Мамандар да сол жақтарда қатарластырып жұмыс жасайды, үкіметтік емханалармен қатарластырып сондай жекеменшік емханаларда жұмыс жасайды. Әрине ол келген дәрігер ол жекеменшік емханаға 2-3 сағатқа ғана келеді. Сол себепті ол жерде жазылу жағы кішкене қиындау болады. Ал мысалға бізде өзімізде алатын болсақ, УЗИ диагностикасы күнде қабылдайды, 4 сағаттан қабылдайды, түске дейін де қабылдайды, түстен кейін де қабылдайды. Бізде науқастарда ондай проблема жоқ. Келеді, өздерінің жаңағы ем-домдарын немесе тексерістерін зерттеулерінен өтеді. Ал дәл сол дәрігер жаңағы ақылы емханаларда жұмыс жасаған кезде ол кісінің бару уақыты азаяды. Ол жаққа бару уақыты азаяды. Сол себепті жазылу уақыты да науқастарға қазіргі таңда 1 сағатта 4 науқас қабылдау. Бағдарлама, программалар бойынша солай жасалынған, 1 сағатта 4 науқас қана қабылданады. Демек, ол дәрігер ол клиникада 2 сағат отыратын болса, ол 8 10 науқас қабылдайды. Сосын науқастардың саны келесі күнге, одан келесі күнге өтіп кете береді. Сол көбіне жаңағы жазылуға, күтуге, сосын мемлекеттік мекеме десек көбі оттегін дүниенің бір арзанның несі сорпасы шықпайды дейді ме, сондай сияқты тегін дүниеге көбіне барғылары келмейді. Жаңағы частный клиникаларға барсақ, бізге жақсы қызмет, сапалы қызмет көрсетеді деп айтады. Дегенмен де ол клиникаға емес, ол маманға байланысты. Қанша жерден сен қай дәрігерге барсаң да маманға байланысты. Сіз өзіңіз уақытпен жеке емханаларға барасыз? Жеке емханаларға тек стоматологияға болмаса, жеке емханаларға бармайды. Жұмыс жасауға мен Ақтөбеге алғаш көшіп келген бетінде мені бір жаңағы емханаға шақырды, сондай ақылы емханаға, аға мейірбике қызметіне. Мен ол жерде 1 ай жұмыс жасап көрдім. Жаңағы айлық алатын уақытқа келгенде мен таңғалғаным, бірінші жаңағы администрацияға беріледі екен, одан кейін жаңағы этап-этаппен беріледі екен, дәрігерлерге беріледі екен. Маған сол жағы ұнамады, ыңғайсыз көрінді. Екіншіден, сен ол жерде бір мейірбике бола тұра 2-3 қызметті қатар атқарасың. Себебі олар қатарынан қызметкер ала бергілері келмейді. Оған айлық төлеу керек. Ал бізде бір дәрігердің қасында міндетті түрде 1 мейірбике немесе 3 мейірбике дейін қызмет атқарады. Сол себепті мені шақырып жатыр, осы күнде де шақырып жатыр бас мейірбике ретінде. Жаңағы бізде аккредитация деген қазіргі таңда емханаларда шығып жатыр. Менің өзімнің емханам 2 рет өттік аккредитациядан. Қазіргі таңда 1-ші санатымыз бар. Аллаға шүкір, соны дайындау барысында енді естиді ғой, Ақтөбе үлкен қала емес. Сол салада именно мені шақырды. Частный клиникалар, жұмысқа келіңіз, айлығыңызды көбейтіп береміз, астыңызға көлік береміз дегендей ұсыныстар болды. Бірақ маған көңіліме жақпайды. Мен бардым, көмектесіп, барып, көріп, қыздарға жаңағыдай жәрдемдесіп, білгеніммен бөлісіп, мен ешқашанда біліп тұрсам білмеймін деп айтпаймын. Мойындағаным барлығын беремін, көмектесемін, бірақ мен ол жаққа жұмысқа ауыспас едім. Ақтөбенің халықты емдеу дәрежесін қандай пайызға бағалайсыз? Ақтөбедегі өзіңіздің емханадағы науқастарды бас қалаларға,
толық емделіп шығуға болады ма біздің қалада? Ақтөбеде болады толық емделіп шығуға. Қазіргі таңда балалар ауруханасында болсын, облыстық ауруханаларда болсын, қазіргі таңда күрделі оталар да жасалып жатыр. Себебі ол жаңағы заманға сай заманауи аппараттардың болуы, білікті мамандардың болуы, олардың барып шетелдерден жаңа тәжірибе алмасуының арқасында ақтөбеде қазіргі таңда көптеген жүрекке ашық операцияға дейін жаңағы отаға дейін жасалып жатыр ақтөбеде. Қазіргі таңда енді бірең сараң бір 10%, 5-10% көлемінде басқа қалаларға, үлкен қалаларға жіберілу жағы болмаса, 90-95% ақтөбе қаласында ем-домдарын толық ала алады деп есептеймін. Операциясында, жаңағы емінде толық ала алады деп есептеймін. Бір қатты қиын жағдайлар болып, облыстық деңгейдегі немесе жаңағы басқа қалалық республикалық деңгейдегі бірең сараң кездесетін бір диагноздармен жіберетіндері болмаса, басқа қалаларға көп диагноз осы ақтөбе қаласында да емделеді. Ал осы күз айында біздің оқырмандарға 3 кеңесіңізді берсеңіз, Күз қалай айында сақтану керек? көп адам жиналатын жерге барған кезде алдымен бетперде тақса, ол қорғаныштың бірі болып саналады. Екіншіден, дәрумендер, витаминдерді пайдаланып, бірден антибиотикке жүгінбей, вирусқа қарсы препараттарды пайдаланса, және де мамандардың кеңесіне жүгіну арқылы осындай зияны жоқ, синтетикасы жоқ құрамында дәрумендерді пайдаланса. Үшінші кеңес биотоник өнімдерін алсын, пайдалансын, денсаулықтары, иммунитеттері көтеріледі. Оны мен өзім маман ретінде айтамын. Өзімнің отбасымнан көргеннен кейін, өзімнің жан-жағымдағы адамдардан көргеннен кейін, мен оны 100% айта аламын. 100 емес 200% айта аламын. Жүгінсе болады, кеңес сұраса болады. Әрдайым ашық сұрап, жазып, хабарласып, сұрақтары болса, кез келген диагнозға болсын, кез келген жаңағы медицинаға қатысты сұрақтары болса, көрермендеріміздің мархабат. Бүгін уақытыңызды бөліп сізге және біздің қонақтарға, біздің студиямызға келген қонақтардан сыйлық болады. Ол жаңағы ең жақсы комментарий жазылған. Жай қарап отырмай, комментарий жазып отырыңыз, және сұрақтарыңыз болса да қойыңыз. Аяқының барлығыңызға сізбен болғандарыңызға рахмет.